Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге голубцийдің өте дәмді, өте керемет болып шығатын рецептімен бөлісетін боламын. Мен негізінде голубцийді осылай пісіремін, және де осылай анам маған үйреткен. Және де каналымнан алсамай видеомды соңына дейін қолдап жіберсеңіздер. Міне мен қазаныма 3-4 сүйегімді салып алдым. Ешқандай да жаңағыдай көп сүйектің қажеті жоқ. Осы 3-4 сүйекті қайнатсаңыздар да ерекше дәм беретін болады. Мен пельмен істесем де, қандай не істесем де, бірінші сүйегімді қайнатып аламын. Алдын ала дайындап қайнатамын. Осы 1 сағат алдын қайнаттым. Және де болгарский перецтеріміздің мен ішіндегі осындай кіші бөлшектерін теріп аламын. Сол кезде әдемі және де өте керемет болып шығатын болады. Сосын қызыл түсін емес, осындай көкшілдеу, жасылдау түстерін алуға тырысыңыздар. Және де осындай кіші түрін алсаңыздар өте керемет болып шығатын болады. Ең бірінші біздер сүйегімді қайнатып қоямын, дайындап, және де сүйегім қайнап жатқан кезінде алдын ала пиязымыз бен сәбізімізді осындай турап аламыз. Кәдімгі тамақ асқандай қылып сүйегімді де солай қайнататын боламын. Негізі бұны фаршированный перец дейді. Мен бірақ болгарский перецті мен көбінесе осындай голубций деп біздер атап кеткенбіз. Отбасымызбен голубций дегеніміз жаңағыдай біреулер капустаны қайнатып ортасына фарш салып жатады. Мен негізінде білмеймін, бізде голубций деп атап кеткенбіз. Енді осы сәбізіміз бен пиязымызды турап аламыз. Қазанымыздың кәдімгі етігіміз қайнап шыққаннан кейін үстіндегі көбіктерін алып тастап, аппақ көбіктерін үстіне сәбізіміз бен пиязымызды салып, тағы да осылай қайната береміз. Арасында сорпамыз қайнаған кезде міндетті түрде сапырып жіберіңіздер. Сол кезде өте керемет дәмді болып шығатын болады. Міне менің пиязым бір қайнап шықты, және де үстіне сәбізімізді салып жібереміз. Негізінде сәбіз міндетті емес, бірақ сонда да 3-4 түйір салсаңыздар да болады, бірақ әдемі дәм беретін болады. Міне үстінен томатымыз салды. Қызанақ мен бұл жерде жаңағыдай сладкий, жаңағыдай не салдым, тәтті бұрыш дейді ғой, қызыл бұрышты салдым, аш емес, паприка дейді, соны салып жібердім, біраз қасық. Үстіне бізде помидор турап салсаңыздар да болады, қызанақ. Міне енді біздер болгарский перціміздің ішіндегісін алып тастаймыз, осындай дәмдерін, осындай таптаза етіп, абайлаңыздар. Пышақтың ешқандай да қажеті жоқ. Ең бастысы абайлап осындай ішіндегі дәндерін алып тастасаңыздар болды. Өте оңай, және де пышақты қажет етпейді. Ішіндегі итерін қырап алсаңыздар, осылай өте оңай алынатын болады. Міне енді мен қайнап жатқан сорпама бір қызанақ салатын боламын. Өте әдемі және де керемет түсін беретін болады. Осындай қызанағымызды турап, ірі етіп турасаңыздар, кейін оны былай алып тастауға да оңай болады, немесе теркадан өткізіп, сыртында қабығын алып тастасаңыздар да болады. Әркім қалауынша жасаса болады. Міне мен қайнап жатқан сорпамыздың үстіне помидорымыз және қызанағымызды салып жібердім, және де тағы да сапырып жіберіңіздер. Сол кезде өте керемет әдем болып шығатын болады. Міндетті түрде астын жай отты қайнатамыз. Қатты қайнатып жіберсеңіздер, жаңағыдай майы шығып, өте сүйкімсіз болып шығады. Сондықтан міндетті түрде астын жай отты қайнатып қойыңыздар. Енді бәрімізге белгілі, ішіне күріш саламыз. Күрішті мен осылай бір кесені толтырмай, алдын ала жуып, тазалап қоямыз. Және де үстінен қайнаған ыстық суды құйып, бір 15 минут алдын осылай бұқтырып қоямыз. Міне біздер болгарский перцтерімізді дайындап жуып қойдық. Енді картопымызды турап, жаңағыда қайнап жатқан сорпамызға салып жібереміз. Міндетті түрде ірі етіп картопымызды тураңыздар. Енді мына жерде менде сиырдың еті, үстінен пиязымызды осындай блендер арқылы турап өткізіп алдым. Оған пиязым салып, және де үстіне жаңағыдай бұқтырған күрішіміз салып, үстінен әртүрлі дәмдеуіштер салып жақсылап араластырамыз. Ешқандай да ішіне жұмыртқа салмаңыздар. Жұмыртқа салсаңыздар, дәмі ондай әдем болмайды. Сондықтан міндетті түрде жұмыртқа салмауға тырысыңыздар. Үстіне тұз салдым, қара бұрыш салдым. Болды, енді жақсылап араластырамыз. Күрішті де көп қажет жоқ. Жаңағыдай кесені толтырмай салсаңыздар жеткілікті. Мына жерде менде 500 грамм
фарш. Енді осы жаңағыдай тәтті бұрыш дейміз ба, не дейміз, мына болгарский переціміздің ішіне жақсылап нығыздамай салуға тырысыңыздар. Бетпе-бет етудің қажеті жоқ. Осындай толтырмай сала беріңіздер. Сол кезде жаңағыдай піскен кезінде сыртына шығып кетпейтін болады. Сосын айта кететін жайт, сорпамызға да көп суды құя бермеңіздер. Картобымыз бататындай етіп салсаңыздар жеткілікті. Енді міне бүкілін ішіне салып алдық. Міне мен айтайын дегенім, картобымыз бататындай етіп су құйыңыздар. Енді ішіне жаңағыда дайын болған болгарский перецтерімізді сала береміз. Үстіне көп су құйсаңыздар, жаңағыдай осы перецтерімізді салған кезде көп су жаңағыдай толып кетуі мүмкін, дәмсіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан толтырмай суды бетпе-бет етіп, осы картобымыз бататындай етіп құйыңыздар. Сонан соң осы жаңағыдай болгарский перецтерімізді салғаннан кейін барып үстіне су құйыңыздар. Сол кезде сорпамыз да батады, ішіне картобымыз да бүкіл осы суымыз жеткілікті болады. Енді қайнағаннан кейін бір 35 минуттай қайнатамыз. Сол кезде біздердің тамағымыздың піскенін қалай білсеңіздер болады. Мына перецтеріміз біздердің бүрісін құрайды ғой. Сол кезде ол пісті деген сөз. Асып кетсе бір 35 минут қайнатыңыздар. Өте керемет. Татымына қарай тұзын көріңіздер. Міне біздердің тамағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай міне біздердің болгарский перецтеріміз бүріскен. Ол деген уже пісті деген сөз. Ішіндегі осындай сүйектерімізді бөлек тарелкаға салып берсеңіздер болады, немесе ыдысымызға салып бере берсеңіздер болады. Өте керемет, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.